Биыл 91-ға 10 жыл құрылғаны, дұрыс па? 10 жылда қайтып толық құраммен шығатын ешқандай жоспар жоқ па? Күшті болар еді негізі. Оны түсініп тұрмын мен, негізі жақсы болады. Негізі солай істеу керек еді негізі. Бірақ ол бола ма болмай ма белгісіз да. Сөйлесу керек оны. Енді ол үлкен шоу, үлкен жұмыс, үлкен ақша болғаннан кейін оны ақылдасу керек. Оны тек мен шешпеймін ғой. Мен өз басым негізі ашықпын, дайынмын. Эйзи, Азамат Зикаев қайтадан негізі былай ойлап қарасаң, үлкен стадионға даже андай болады да, қазір балдар сольный жасап жатыр. Яғни бұрынғы жуан тректер шығып, потом бір-бірлеп сольный шығып, жаңа жуан өздері шығып, мен тип сольный шығып, кейінгі тағы новый жуан болып. Сондай үлкен шоу қызықты, андай бір қазақстанда бәлкім болмаған деп та, сондай бір үлкен бір масштабный концерт жасауға болады. Қолымыздан негізі келеді ғой, бірақ неге жасамаймыз деп. Оны енді ақылдасу керек, сөйлесу керек оны. Қазір жігіттер өз-өздеріне продюсер. Солай ғой, яғни келіссең, сен бұрындағыдай Ерболат ағамен емес, сол Закпен, сол 4 жігітпен сен қайтып келісіп ақылдасуың керексің. Яғни бұл қолжетімді нәрсе. Яғни Эйзи қайтадан 91-ға келіп қалар. Заголовок қандай дешті? Ол не емес, қалай айтсам болады, ол біздің қалауымыз шынымен де. Өйткені толық құрамда қайтадан сол бұрынғы 91-ды көргіміз келеді. Деп кезіндегі хейтер айтып дейсің. Ең басында жастқа хейтер болдым. Осы жерде айта салайыншы. Мен ең басында 91-ның хейтері болдым. Именно саған жын келіп дейсің. Егер сіздер болмасаңыздар, сырттағы басқа группалар тыңдайтын еді. Сендердің арқаларында керісінше ішкі өнімді қолданып бастады. Оның үстіне сырттағы көрермендер, сырт елдегі көрермендер сіздер тыңдай бастады. Сондықтан мен былай ойланып келдім де, бұл негізі 91 кәдімгідей революционный бір ход жасап отыр ғой дедім да. Неге біз хейт ете береміз, неге біз жек көре береміз? Өзіміздің жігіттер, қарапайым қазақтың жігіттер қазақша сөйлейді. Жаман қылықтар жасап жүрген жоқ. Енді бір-екі аспекттеріңіз үшін кезінде жек көрген шығар, бірақ кейінгі тректеріңіз кәдімгідей жарып шықты. Асып та дами беруге болады, одан да күшті қылып жазуға да болады. Еңбек ету керек. Және де болашақта 91 тректерін мен 100% сендім, сол өте керемет болатына. Мен балдарға сенем, өте талантты балдар, өте жақсы балдар, өзім бауырларым ғой. Кейде қатты сағынып кетемін сөйтіп. Бірақ бұл өмір деп, бақытты болыңдар, балалардың қызықтарын көріңдер.